Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен оюға зер салуды үйренетін боламыз. Бұл көрпеге ерекше сән береді және де оюымыздың контурларын нақтылайтын болады. Ол үшін бізге зер салынатын оюымыз қажет болады. Міне мен мында бүкіл процедуралардың барлығын жасап шықтым. Астында флизелин, оюымыз негізгі матаға паутинкамен отырғызылған. Оюмен жұмыс бізде алдыңғы видеоларда бар. Сырып тігілген кәжекей видеосынан қарап алсаңыз болады. Одан кейін зеріміздің өзі, бұл зер бізде алтын түсті, күміс түсті болып келеді. Ішінде жіптері болады. Ол жіпті алып тастаймыз және де осы зерімізге максимально жақын түстес жіп қажет болады. Ең бірінші бізге осы зерімізді жұмысқа дайындау қажет. Осы клубоктың ішінен примерно 50 сантиметрліктей ұзындықта зерімізді қиып аламыз. Одан кейін міне ішінде байқасаңыздар осындай жіп болады. Осы жіпті ақырындап зерімізді бүлдіріп алмай суырып алып шығу қажет. Мінекей зеріміз дайын. Енді машинкаға зигзагтауға көшеміз. Зигзагтауды бастамастан бұрын бізге настройканы жөндеп алу қажет болады. Бұл жерде міне эскамен де зигзаг үшін жауап береді. Бұл жерде мен орта тұсына қоятын боламын, бірақ сіз бір бөлек лоскут матаны алып, өзіңізге ұнайтын ширина мен длинаны қойып аласыз, одан кейін барып жұмысқа кірісесіз. Мінекей менің дайындап алған оюым, мынау біздің дайындаған зер жібіміз. Енді бұл жерде бастапқы бұрышынан емес, именно ең тегіс жерінен бастауға сіздерге кеңес беретін боламын. Зер жібімізді тігіп бастаған кезде 3-4 сантиметр қалдырып, тегіс жерден бастаймыз. Закрепка беруді ұмытпаңыз, ол міндетті түрде, әйтпесе зеріңіз сетінеп кетеді. Мына оюымыздың контурын келтіріп отыру керек болады. Мінекей бұрышқа келген кезде мына оюдың контурынан 1-2 стежок өтіп, одан кейін тоқтап, лапкамызды көтереміз, инеміз матаның ішінде қалады. Матамызды бұрамыз, зерімізді деп бұрып тоқтатамыз. Енді лапканы төмен түсіреміз. Міне 2 стежок өтеміз. Лапкамды көтердім, оюымды бұрдым. Лапкамызды төмен түсіреміз. Енді қайтадан зигзагтауға көшемін. Екі стежок өттік, лапкамызды көтердік, бұрамыз, түсіріп тағы да.
Екі стежок жақындаймыз, өтеміз. Лапкамыз көтереміз. Ине матаның ішінде қалады. Оюмызды бұрамыз, лапканы түсіреміз. Мына соңына жақындаған кезде хвостигімізді алып тастаймыз. Артық жіптің бәрін алып тастаймыз. Қорықпаймыз. Бұл жерде бізде закрепка жасалынған, ештеңе ағытылмайды. Түйіскен жерімізге келген кезде бірнеше рет закрепка жасауды ұмытпаймыз. Сол кезде сіздің зеріңіз жақсы бекітіледі. Мінекей аяқтаған жерден зерді түбінен кесіп алып тастаймыз. Сонымен бізде осындай әдемі жұмыс шығады. Жан-жақтарының барлығын істедік. Міне енді ортаңғы оюыңызды дәл осылай ең тегіс жерден, максимально тегіс жерден бастайсыз. Тура солай осы технологиямен зерлеп шығасыз. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, каналға подписка жасауды ұмытпаңыз.